Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен герань және басқа да гүлдерге өте пайдалы тағы да екі қоспа туралы айтатын боламыз. Өткен видеомды көрсеңіздер, мен сіздерге аспирин мен цирконның қосындысымен гүлдерді қалай емдеуге болады, қандай гүлдерге пайдалы қоспа бар екенін видео түсіріп көрсеткенмін. Енді бүгінгі видеода біз осы қыста гүлдер стресске көп түседі, оны білеміз біз. Үйдің іші салқын болады, ылғал болады, немесе құрғақ болады, ыстық болады. Міне осындай жағдайларда терезенің алдындағы тұрған гүлдер салқын терезені ұнатпайды. Осындайлардан біздің гүлдеріміз стресске түсуі мүмкін. Сосын бұл қоспа, бүгінгі жасайын деп жатқан, бұл жаңағы жапырағы сарғайып, өскісі келмей, әлсіреп тұрған гүлдерге өте жақсы көмектеседі. Бұл қоспа чесноктан жасалады. Бұл сарымсақ. Қазақша айтқанда 2 түйір сарымсақты алып, оны біз үккіштен өткіземіз. Бұл органикалық болғандықтан дұрыс дайындалу керек. Енді осы сарымсақтың үстіне 1 литр қайнаған су құямыз да, ол қоспаны 4 сағатқа тындырып қоямыз. Сарымсақта фосфор мен кремний көп болғандықтан ол өсімдіктердің гүл ашуын жақсартады, жақсы өсуін жеделдетеді. Міне енді дайын болған қоспамызды сүзгіден сүзіп алып, жылы күйінде оған 1 түйір янтарь қышқылын қосамыз. Бұл янтарь қышқылы барлық үйде бар деп ойлаймын. Гүл өсіретін адамдардың үйлерінде сол 1 түйір янтарь қышқылын жақсылап тұрып езіп, осы жылы суымызға араластырамыз. Бұл янтарь қышқылы ол орхидея, герань, басқа да гүлдейтін гүлдерге пайдалануға болады. Өйткені қоспа өсімдіктің жақсы өсуіне, гүл ашуына өте жақсы әсер етеді. Көбінесе бұл үнемі гүлдеп тұратын антуриум, герань, орхидея сияқты гүлдерге беруге болады. Чесноктағы кремний ол гүлдердің стресске түсуін, суықтан, ыстықтан, құрғақтықтан гүлдерді жақсы сақтайды. Ал бұл енді чеснокта бета-каротин, витамин А, С, В, К, калий, кальций, селен сияқты витаминдерге бай. Мысалға, бұл чесноктағы кальций ол гүлдердің жақсы өсуіне, тамырларының жақсы қатаюына көмектессе, ал селен ол гүлдердің әртүрлі ауруларына қарсы тұратын витамин болғандықтан гүлдердің бұл иммунитеттерін көтереді. Тағы да бұл чесноктан жасалынған қоспа ол гүлдердің зиянкестерден жақсы қорғайды. Бұл чеснокқа, өздеріңіз білесіздер, антиоксидант болғандықтан бұл чеснокты біз өзіміз ауырғанда, иммунитетімізді көтергенде пайдаланамыз. Ал енді зиянкестер бұл чесноктың иісінен бұл гүлдерімізді мазаламайтын болады. Бұндай қоспаны біз айына 1 рет гүлдерімізге беріп тұрсақ болады. Міне енді мен сіздердің алдарыңызда 2 герань гүлім тұр. Оның астыңғы жапырақтарының барлығы сарғайып жатыр. Ол неліктен деп ойласаңыздар, селен мен калийдің жетіспегендігінен гүлдердің астыңғы жапырақтары өстіп сарғаяды екен. Сондықтан да бұл чесноктан жасалынған қоспа бұл герань гүліне өте жақсы әсер етеді деп мен ойлаймын. Мен гүлдеріме қоспа беретін уақытта ешқандай алдын ала суармаймын. Өйткені ол алдын ала суарып барып суды берсек қоспаны, бұл гүлдерге өте артық мөлшерде суарылған болып есептеледі. Сондықтан да дозасы дұрыс жасалынған қоспаларды қорықпай құрғақ суарылмаған топыраққа құя беруге болады. Енді мен бір видеомда гүлдерді дұрыс суарып жүрсіздер ма деген видеомда мен сіздерге осы гүлдердің қоспаны қалай пайдалану керек, қанша мөлшерде су құю керек, мен соны сіздерге айтқанмын. Егер де алдын ала біз суаратын болсақ, гүлдің тамыры ол суды ішіп алады да, келесі құйған біздің қоспамыздың суын өзіне артық болып ішпей қалуы мүмкін. Сосын біздің гүлдеріміз дұрыс өспей, дұрыс өзіне осындай
қоспаларды алмағаннан кейін ол ауруға шалдығады. Сондықтан да сіздер де гүлдеріңізді өстіп алдын ала суармай қоспаны құрғақ топыраққа құйып көріңіздер. Сол кезде соның нәтижесін көретін боласыздар. Міне мен сіздерге бүгін өте жақсы, гүлдерге өте пайдалы қоспа туралы айттым. Сіздер де гүлдеріңізге пайдаланып көріңіздер. Ешқандай гүлдерге зияны жоқ. Қайта гүлдерді жақсы өсіріп, гүлдерге жақсы нәтиже береді. Сіздермен болған бақыт. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.